Бисмилlah. Барша көрермендерге сәлем. YouTube көрек арнасының дамуына атсалысып, тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіз. Жас. Не деп жасым? Жас, ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз тисіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеді. Бір сәт болса да өз-өзіңізбен сөйлесіп көргенсіз бе? Немесе жанында ешкім болмаса да өз-өзімен сөйлесіп жүргенді байқағанда не ойладыңыз? Ендеше бүгін өз-өзімен сөйлесу жайлы айтатын боламыз. Көп адам өз-өзімен сөйлесуді ерсі көреді және оны ауруға теңейді. Ал және адамдардың 80% өз-өзімен сөйлесіп жүреді екен. Өз-өзімен сөйлесу сіз ойлағандай зиян емес және керісінше бұл пайдалы болуы да мүмкін. Өз-өзімен сөйлесу ой арқылы да, дауыстап сөйлеу, сыбырлап сөйлеу арқылы да бола береді. Көбінесе сәбилер өз-өзімен сөйлеседі және бұл олардың тілінің сөйлеуге деген талпынысынан мидың дамуы болып табылады. Шизофрениямен ауыратындар өз-өзімен және көп сөйлейді десек те, сау адам үшін бұл нәрсе аса қорқынышты немесе ұят болмауы керек. Тіпті біздер үшін өз-өзімен сөйлесу қажет болып та табылады. Өз-өзімен сөйлесетін адамдар шығармашыл, яғни өнерлі келеді екен. 2013 жылғы Макс Планк институтының зерттеу қорытындысы бойынша адам өз-өзімен іштей немесе сырттай сөйлесуді тоқтатса, миы маймылдың миындай шектеулі болып қалады екен. Ал Бангур университетінің зерттеушілеріне сәйкес, адам бір істі жасағанда оны өзіне дауыстап айту сол істі тиянақты реттілікпен жасайтынын көрсеткен. Өз-өзімен сөйлесу адамды толып қалған шаруаны реттеуге көмектеседі және жүйкені стресстен құтқарады екен. Өз-өзімен сөйлесудің пайдалы жағы басым болса да, егер ол жоспардан тыс, арман, қиял болып кетсе, психикалық бұзылулар болуы мүмкін екен. Өз-өзімен сөйлесуді күштеп тоқтатудың керегі жоқ. Бұлай істеп, сіз керісінше жағдайды қиындатасыз. Оның орнына кітап оқып, толқуды басуға болады екен. Бүгінгі ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып отырыңыздар. YouTube көрек арнасының дамуына атсалысып, тіркеле отырыңыздар.